Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз есептерді әріпті өрнектердің көмегімен шығару. Есепте бізде а қосылған в және а көбейтілген в өрнегі берілген, және олардың мәндері де белгілі. Яғни әртүрлі нұсқада берілген. Мысалы А25, 9, 78, 100, ал в болса екінші сандары. Мұндағы бізде жауаптарымыз 33, 70, 75, 98, 104. Ал келесінде біз көбейтуіміз керек. Жауабы 200, 549, 50, 720 және 400. Екінші есепте кейбір деректер әріппен берілген, ал кейбірі бізде санмен берілген. Мысалы, А есебінде бізде ересектер билеті А теңгеден 2 дана, балалар билеті В теңгеден 3 дана. Барлық қанша теңге төлеуі керектігін табуымыз керек. Табу үшін 2 көбейтілген А қосылған 3 көбейту В өрнегін шығарамыз. Сонда осындай өрнектегі теңге төлеу керек. А есебінде балалар билеті А теңгеден С бала, ересектер билеті В теңгеден X адам. Барлығына қанша теңге төленгенін табуымыз керек. Аны С-ға көбейтеміз, оған қосамыз В көбейтілген X. Сонда А көбейтілген С қосылған В көбейтілген X теңге төленді. А есебінде орам жапырақ А килограмм, сәбіз С килограммнан X қап, барлық қанша килограмм көкөніс әкелінгенін табуымыз керек. Аға қосамыз С көбейтілген X-ті. Жауабы А қосылған С көбейтілген X килограмм көкөніс әкелінді. Үшінші есептің астында бірінші қабатта А дүкен бар. Бұл Д есе артық екінші қабаттағы дүкендерден. Бізде екінші қабаттағы қанша дүкен бар екен табуымыз керек. Ол үшін Аны біз Д-ға бөлеміз. Және бұл жерде бізде сандарын мәндер берілген. Мұндағы А 21, Д 7. Енді 21-ді 7-ге бөлсек 3 шығады. Сонда жауабында екінші қабатта 3 дүкен бар. Есебінде ашылу күні В адам, екінші күні Д есе артық. Бізде екінші күні дегеніміз ашылу күнінен кейінгі күні. Енді бізде барлығында осы 2 күнде қанша адам келген табуымыз керек. Оны табу үшін В-ға қосамыз В көбейтілген Д-ны. Мұндағы В 326, Д болса 2. 326-ға қосамыз 326 көбейтілген 2-ні. Жауабында 2 күнде барлығы 978 адам болды. Төртінші есепте осылай жазып шығуға болады. Немесе өздеріңізге ыңғайлы етіп баған түрінде де жазсаңыздар болады. 141-ге 5-ті көбейтсек 705 шығады. 705-ті 3-ке бөлсек 235. Одан кейін біз 456-ны 4-ке бөлсек 114. 235 пен 114 қоссақ 349 шығады. Бесінші есепте берілген 4 теңдеуді шығарамыз. Біріншісінің түбірі 210, екіншісінің түбірі 337, үшіншісі X-тің түбірі 918, С-ның түбірі 385. Алтыншы есепте берілген есептердің реттік, яғни реттерін анықтап, оларды баған түрінде шығаруымыз керек. Мына жерде мысалы мың азайтылған 187 көбейтілген 4 қосылған 77 көбейтілген 8. Бірінші осы көбейту орындалады, одан кейін осы екінші көбейту. Одан соң бізде азайту орындалады, кейін қосу амалы. Сонда бізде 868 шығады. Екінші есепте де дәл солай 384 көбейтілген 5, одан азайтамыз 216 бөлінген 3 қосылған 248. Сонда 184-ті 5-ке көбейтеміз. Себебі ол бірінші орындалған, сонда 920 шығады. 816-ны бөлеміз 3-ке, 272, 920-дан 272-ні азайтамыз, сонда 648, 648-ге 248-ді қоссақ 896 шығады. Келесі есепте 87 көбейтілген 8 бөлінген 2 азайтылған 199. Осылай амалдап баған түрінде шығарсақ 149 шығады. Төртіншісінде 372, кейін 692, алтыншысында 354, жетіншісінде 586, сегізіншісінде 997, тоғызыншысында 533, оныншыда 805 мәндері шығады. Бесінші есепте берілген 2 билет бойынша ақпараттарды айтуымыз керек. Мысалы, бірінші билет балалар темір жол аттракционы.
бағасы 320 теңге. Екінші билет болса шолу дөңгелегі аттракционы бағасы да дәл бірінші билет сияқты 320 теңге. Одан кейін оларды бірінші билетте мысалы нешінші вагон, нешінші орын екені берілген, уақыты, күні, солардың бәрін айтсаңыздар болады. 8-ші сипте бізде логикалық тапсырма берілген. Бізде 3 қыздың қай қабатта тұратынын табуымыз керек. Мысалы, мен оны табу үшін кесте сыздым. Осылай кесте арқылы оны таба аласыздар. Мысалы, Айжан бізде 2-ші қабатта тұрмайтыны белгілі. Гүлназ болса 2-ші және 3-ші қабатта тұрмайтыны белгілі. Гүлназ бізде 1-ші қабатта тұрады. Ал Айжан сонда 3-ші қабатта тұрады. Зәуре болса қалған 2-ші қабатта тұрады. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.